Ағаларыңыз насылдым. Бүгін жаңа ай туады. Жаңа айда жарылға, ескі айда есірке. Арман тілектеріңіз, жоспарларыңыз, армандар картасын жазсаңыздар, Құдай тілеулеріңізді естісін, періштелер құлақтарына шалынсын, Құдайға жеткізсін, аруақтарын жебеп жазғасын. Бірақ сұрақтар болып қалады. Сол армандар қашан тез орындалады? Соны бір қарап жіберейікші. Кәдімгі арпалысы жатыр екен. Кәдімгі ұмтылып жатыр екенсіздер. Міне деп. Біреулер енді өкпелеп отыр. Ой, армандаймын, одан не шығады, не пайда шығады. Көтерілеріңізді үзбеңіздер. Мына жақта не болып кетті? Тіпті депрессияға түсіп кеткендер бар екен. Қойшы сол армандарды, ештеме де болмайды. Мен сізге айтайын, бүгін армандап қалыңыздар. Алдында ролик салғам, тазалығын, соны көріңіздер. Армандарыңызға жетесіздер. Ешқашан үміттеріңізді үзбеңіздер. Ешқашан. Тағы өкпелеп отыр. Неге өкпелеп отырсыздар? Ешқашан болмайды. Ешқашан болмайды десеңіз, ешқашан болмайды. Керісінше, жақсы көретін музыкаңызды қосып қойыңыз, жақсы көретін тамағыңызды пісіріп жіберіңіз, жақсы көретін көптен бері көріспей жатқан адамдарыңызбен көрісіңіздер. Қайта өз көңілдеріңізді өзіңіз көтеріңіздер. Өйткені Құдай сіздің жүрегіңізде. Патша көңілдеріңіз тек өздеріңізден. Мәні өздеріміз, өз тағдырымыздың шеберіміз. Тарам, бәрі де оңынан, бәрі де жақсылығымен, бәрі де тізбегімен, бәрі де өз орнымен келеді. Тек өздеріңізді алып шығасыздар бұл әлемде. Ешкім келіп көмектесіп болмаса, қол ұшын беріп болмаса, өздеріңіз көтерілесіздер, өздеріңіз армандарыңызға жетесіздер, содан кейін жемісін көріп отырасыздар. Құдай қаласа. Соған жеткізсін Құдай.